Ассалаумағалейкум, құрметті менің оқырмандарым. Мынау көп жігіттердің арасындағы сұрақтар келетін, әсіресе жастардың арасына келіп келетін осы варикоцель ауруы. Ол қандай ауру, қалай емдейді, қалай құтылса болады? Қаупі қандай асқынулар бар? Осыған тоқталып кетсек. Олай болса бүгінгі видеоны соңына дейін қараңыз. Құнды мәліметті өзіңіз және де досыңызға таратуды ұмытпаңыз. Варикоцель жалпы атайтып тұрғандай варикоздық, яғни кеңею. Бұл көбінесе тамырлардан кеңеюі. Бұл варикоз аурулары әр ағзаның әр жерінде болуы мүмкін. Болмаса өңеш асқазан жолдарында тамырлардың кеңеюі болуы мүмкін бұл ауру. Болмаса аяқ тамырларының кеңеюлері, бұл айтқан кезде варикоз ауруына жатады. Сонымен қатар бұл ер адамның ағзасында осы еннің сағасы бойындағы тамырлардың кеңеюін варикоцель деп айтамыз. Бұл варикоцельнің маңыздылығы неде? Бұл көбінесе қай кезде анықталады? Варикоцельнің анықталуы ерте жыныстық жетілудің барысында, мектеп қабырғасында жүрген кезде, мидасы моторлардың кезінде, болмаса жаңағы военкоматқа барған кезде анықтап жатады. Осы кезде сатылар анықталып, дер кезінде диагноз қойылатын болса, әрине шара қолдану керек. Әрине өкінішке орай кейбір жігіттер оны аса ерен санамай, уақыт өте келе бұның асқынулары көп жағдайларда бедеулікке алып бара жатыр. Олай болса, бұның сатыларын тоқталып кетсек. Егер сізге 16 жаста, 14 жаста варикоцель ауру қойылса, міндетті түрде тексеру жүргізу керек. Жергілікті жердегі дәрігер-уролог бірінші УЗИ-ға жіберу керек. Ультрадыбыстық зерттеу арқылы сол жерде қанның жаңағы тамырдан кеңеюі қай сатысына келіп тұр, мүмкін операция бола ма, мүмкін ем жүргізу керек па, дәрі-дәрмектер. 3 сатысы анықтаймыз. Бірінші сатысы, яғни варикоцельнің көзге көрінбейді, тамырдан кеңеюі бар, бірақ диаметрі 28-22 миллиметрге жетеді. Мұны яғни варикоцельнің бірінші сатысы есептеледі. Ал енді варикоцельнің екінші, үшінші сатылары, ол визуалды қараған кезде біздің көзімізге тамыр көрініп тұрады сыртқа. Күшейген кезде одан арман өдейіп кетеді. Бұл екінші, болмаса үшінші сатысы болып есептеледі. Оның диаметрі 32, 38, 40, 50 миллиметрге баруы мүмкін. Бұл сатысы кезінде ешқандай дәрі көмек бермеуі мүмкін. Бұл міндетті түрде ота жасау керек. Ота жасау арқылы тамырдың бойын кесіп, байлап өз жердегі қауіптілікті алдын алу керек. Енді жігіттер, бұның емі бірінші сатысы болса консервативті, яғни дәрі-дәрмекпен, екінші, үшінші сатысы болса әрине ота жасау арқылы емделуге болады. Асқынулары неге апаруы мүмкін? Емделмесе не болады, жасамаса не болады? Әрине, ол сұрақ міндетті түрде туындайды сіздерде. Бұл варикоцельнің асқынулардың бірі үнемі сағасының бойынан тамырдан кеңейе беруі жергілікті температураның көтерілуіне. Мысалы, сіздің денеңіз 36 градус болса, еннің температурасы 35-34 болатын болса, бұл температура 36-ға дейін көтерілуі мүмкін, 37-ге көтерілуі мүмкін. Бұл ысыған сайын сағаның бойы. Ол жердегі ұрықтардың сперматогенезі, яғни ұрықты өндіріп жатқан процестің баяулап қалуы мүмкін. Өйткені жергілікті температура көтерілген кезде ұрық сапасының түсіп кетуі, болмаса проценттің азайып кетуі алдыңғы уақытта кездесуі мүмкін. Сіз мүмкін подростковый возрастта жүріп, кейін жасыңыз 25-ке 30-ға келген кезде тапсыруыңыз мүмкін. Сол кезде азайып кетуі мүмкін. Егер анықталған болса, міндетті түрде уақытылы ем шара қабылдау керек. Асқынулы бедеулікке алып барады. Өйткені бедеулікке апаратын себебінің бірі жаңағы тамырдың кеңейіп кетуі. Соған байланысты бұл ақпарат сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Варикоцельні сіздерге түсінікті осы ақпараттан ала аласыздар. Бұл видеоны достарыңызға таратыңыздар. Варикоцель болатын болса, міндетті түрде шара қолдану керек. Сұрақ туындауы мүмкін. Варикоцельсі бар, бірақ баласы бар. Бірақ ол жігіттерге варикоцельнің кедергі болмауы мүмкін, біреуге кедергі бар. Соған байланысты бұл жүре келе проценттің төмендеп кетуіне алып келеді. Өзімнің тәжірибемде бұл варикоцельнің асқынуларын байқадым. Былтыр ғана 25 жастағы жігіт келді, әйелі көтере алмай. Былтыр ғана 52% болған активность. Қазіргі кезде биыл тапсырған спермограммасында ұрық пайызы нөлге түсіп кеткен. Не себепті қарасақ, варикоцельнің үшінші сатысы анықталып отыр. Неше жылдан бері жүре берген, соған байланысты бұл жігітті операцияға жібердік. Әрине, қайтадан восстановлениеге орнына келуге уақыт керек болады. Соған байланысты бұл варикоцельні жай ғана ауру деп ерен санамау керек. Міндетті түрде бұл сіздің ұрпағыңыздың дұрыс болуына міндетті түрде әсер беруі мүмкін. Соған байланысты
бұл видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Бөлісіңіздер, өз пікірлеріңізді астан қалдырыңыздар. Біздің каналға қоңыраушаны басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.